Негізі кивидің артықшылықтарымен қатар қарсы көрсеткіштері де бар. Адам ағзасына пайдасы мен зияны қандай? Ендеше кеттік. Киви негізі тек дәмді тағам емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған екен. Витаминдер қоймасы. Орташа пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230%-ға дейін өтейді. Мұнда апельсинге қарағанда дәрумен мөлшері өте көп. Ал С витамині иммундық жүйені ынталандырады. Стреске және жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңірілуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін және адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидант Е дәруменінің бірегей майсыз формасы бар. Және де киви жемісінің құрамында серотонин өте көп. Киви жемісінде серотониннің өте көп болуы бұл жемісті аз қорыту және жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы етеді екен. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады екен. Құрамында калий мен магний бар. 2 кивиде шамамен 30 мг магний болатын болса, ал бұл жүйке мен бұлшықеттерінің жұмыс істеуі үшін маңызды зат. Сондай-ақ киви калийге бай, онда калий мөлшері бананға қарағанда 2 есе көп. Ал кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт пен бүйрекке тас жиналу қаупін төмендетеді, сондай-ақ остеопороз бен жүрек тамыр жүйелерінің ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы аста 1 киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Тыныс алу жүйесі үшін өте пайдалы. Зерттеулер көрсеткенде кивидің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетеді, қырылтаудан, жөтелден және демігуден арылтады екен. Көру қабілетін жақсартады. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзімізді еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігіне синтездей алмайды, сондықтан оны тек қана тамақтан алуымыз ғана керек. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ал ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсерін тигізеді. Және де сонымен қатар киви бұл жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдарының аргинині импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданылады. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесін қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Кивидің қандай зияны бар? Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамуы мүмкін. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кей жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне алып келуі мүмкін.